Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін 7 сынып алгебра 39-23 есеп. Біріншісін берілген жаздым. Қарасаңыздар, мына жерде біріншісінің ортақ бөлімге мен осыны алсам болады. Сонда сразу жазайын, қазір. Квадрат минус 4. Мына жерден мынаған біз n қосылған 2, мынаған n минус 1-ден береміз, балалар. Жоқ, 2, то есть, кешіріңіздер. Енді мына жерде n-нің 3 дәрежесі минус n-нің квадраты минус 2n минус 2n плюс 4 болады, балалар. Мына n минус 1. Яғни мына теңдікті екі жағын теңестіруіміз қажет болады. Сонда бізде астына жазайық, n-нің 3 дәрежесі, мына жерде бізде минус 2n мен минус 2n қосылып, таңбалар өзгеріссіз қалады. Сонда минус 4n плюс 4 n квадрат минус 4 тең n-нің минус 1 дәрежесі. Мына жерден қарасаңыздар, мен жақшаға алып шығар жерсем болады. n-ді жақшаның сыртына шығарып, мына жерден 4-ті жақшаның сыртына шығар жерсек болады. Сонда былай болады. n квадрат n минус 1 минус 4 n минус 1. n квадрат минус 4 тең n минус 1 астында. Мына жерде енді біріктірсек болады. Сонда n минус 1 n квадрат минус 4 астында n квадрат минус 4 тең n минус 1. Енді мына жерде n квадрат минус 4 пен мынаны қысқарып келеді. Сонда n минус 1 тең болады n минус 1-ге. Яғни біз теңдікті теңестірдік. Екінші есебін шығаратын болсақ, мына жерден 3a минус 3 деп алайық, плюс a квадрат a минус 3 болады. Енді мына жақты мен сразу ортақ бөлімдерін беріп, сонда a мынаған бізде сонда a квадрат минус 3a болады. Мынаған тура солай a квадрат минус a болады. Сонда a куб минус 3a квадрат қосылған 3a квадрат минус 9a плюс 9a плюс 3 болады. Сонда енді арғы шығарайық. Мына жақта ортақ бөлімді мен a минус 3 алсам болады. Сонда 3 плюс a квадрат. Мына жерге адам берем. То есть сонда менде мына жерде a куб болады. Сонда мына жерде қысқартатындарды қысқарайық. 3a квадрат пен 3a квадрат қысқарады. Минус 9a мен плюс 9a қысқарады. Сонда менде қалады a куб минус 3. То есть плюс 3 қалады. Астында a квадрат минус 3a. Енді бұны былай деп жазып алсақ болады. Сонда a куб плюс 3 астында a квадрат минус 3a тең болады a куб плюс 3 a квадрат минус 3a. Яғни теңсіздік бір-бірімен дәлелделдік. Үшінші есебін шығарсақ, мына жерде бізде 2a қосылған v, 2a. Мына жерден сразу кешірімде, мына жерден сразу жақшаның сыртына шығарып жейін аны. Сонда бізде a жақшаның сыртында болатын болса, 2a қосылған v минус, мына жерде 16a. Астында бізде мынау 4a квадрат, v квадрат, бұл бізде формулаға кептір. 2a минус v, 2a плюс v-ға кептір, балалар. Арғай шығарайық. Сонда минус 2a минус v астында a, 2a плюс v тең
минус 8 2а плюс в. Осы жерден сразу ортақ бөлімді берейін. Мына жерде берілгенде минус. Сонда мен мына жерге берем 2а плюс в-дан берем. Мынаған 16-ға а-дан берем. Мынаған тоже 2а плюс в-дан берем. Так, енді көбейтіп шығаратын болсақ. Так, 4а квадрат қосылған 2а б қосылған 2аб қосылған в квадрат минус 16а квадрат. Одан кейін минус 4а квадрат қосылған 2аб қосылған 2аб минус в квадрат. Астында бізде 2а минус в, 2а плюс в. Мына жақта минус 8а қосылған в. Енді осы жерден бізде мынау 4а квадрат пен 4а квадрат қысқарып кетеді. Мына жерде плюс в квадрат пен минус в квадрат қысқарып кетеді. Мына жерде 2, так 4, 8а в қалады екен. 8а в минус 16а квадрат қалып тұр. Астында бізде 2а минус в, 2а плюс в. Тең минус 8 2а плюс в. Енді осы жерден біз 8-ді 90 сыртына шығарып жіберетін болсақ, 8а минусына жалына шығып кетеді. Сонда мына жерде 2а минус в қалады. Астында 2а минус в, 2а плюс в. Тең минус 8 2а плюс в болатын болса, мына жерден 2а минус в мен 2а минус в қысқарып кетеді, а мен а қысқарып кетеді. Сонда астында минус 8 2а плюс в тең минус 8 2а плюс в. Яғни бізде берілген теңсіздікті дәлелдей алдық біз. Балалар 5-ші шарық. Бұл жерде ортақ көбейткен кезде, яғни ортақ 2 мен x квадрат плюс 2x плюс 4 алатын боламын. Сонда мына жерден ортақ бөлімін беретін болсақ, мынаған x минус 2-ден 1-ден, так, мынаған x квадрат плюс 2x плюс 4-ден беретін болам. Сонда также за x квадрат минус 2x минус 2x минус пен минус плюс болады. Сонда плюс 4 минус 6x қосылған x квадрат қосылған 2x қосылған 4 болады, бұлар. Сонда тең 2x минус 4 квадрат минус 2x плюс 4. Бұл жерден бізден былай шығарып алсақ болады. Мына 2x-ті былай кектіріп алсақ болады. Мына жерде 6x бар, мына жерде 2x бар. Так, былай жасап алсақ болады. 2x-тің квадраты минус 8x плюс мына жерде 4, 8. Астында x минус 2, x квадрат плюс 2x плюс 4 тең 2x минус 4, x квадрат минус 2x плюс 4. Енді осы жерден жақшаның сыртына 2-ні шығарып жүрсек болады. Сол кезде бізде x квадрат минус 4x плюс 4 қалады.
астында 2 жақшаның ішінде солай жазылады. 4 тең 2х минус 4 х квадрат минус 2х плюс 4. Енді осы жерден былай жазсақ болады. 2-ні шығарып жібереміз. Сонда х минус 2-нің квадраты, формулаға келтіретін болсақ, так, астында х минус 2 х қосылған 2х плюс 4 тең, сонда 2х минус 4 х квадрат минус 2х плюс 4. Сонда мынаның квадратмен қысқарып кетеді. Сонда үстінде бізде қалады 2х минус 2 х квадрат плюс 2х плюс 4 тең 2х минус 4 х квадрат минус 2х плюс 4. Яғни мына жерде қазір біз ашып, мына жақша ғой. Енді ашып жазатын болсақ, сонда 2х минус 4 х квадрат минус 2х плюс 4 тең болады 2х минус 4 х квадрат минус 2х плюс 4. Міне балалар, біз осымен теңдікті дәлелдедік. Мына жерде балалар бастапқыда плюс екен, мына жақтың бәрі минус болып кетіпті. Негізі мына жақтан берілгені дұрыс берілген, мен минус қылып жазыппын. Сонда мына жерменде плюс, мынада плюс болады. Сонда бізде теңдік дәлелденді. Ал балалар, алтынысын шығарайық, берілген жазып алдым. Енді осы жерден мен ұрттық. Яғни мына жерде мен а куб минус 1 алатын болам. Яғни бұл жерде формула. Бұны ашып жазатын болсақ, мынаны береді. Яғни а квадрат плюс а плюс 1 а минус 1 береді. Сонда қазір мен бөлінділерін жазып шығайын. Сонда а минус 1 мына жерге а квадрат плюс а плюс 1 беремін. Енді мына жерден көбейтетіндер көбейтіп, қысқаратындарды қысқартамыз. Қазір 7а қосылған 3 көбейтіп алайық. Минус а плюс 1 плюс 2а квадрат минус 2а минус 3а квадрат минус 3а и минус 3 қалады. Сонда тең 1а минус 1. Енді мына жерден ұқсас мүшелерді біріктіріп, қысқаратындарды қысқартамыз. Мына жерде қарасаңыздар, 2а квадрат, 2а квадраттың қосынды болып тұр, яғни 4а квадрат. Бұл 4а квадраттан 3а квадрат алсақ, 1а квадрат 1 жазылмайды, а квадраттың өзі жазылады. Қосылған. Мына жерде 7а, 7адан аны алатын болсақ 6а қалады. 6адан 2аны алатын болсақ 4а, 4адан 3аны алатын болсақ 1а қалады. Яғни 1 жазылмайды, аның өзі жазылады. Мына жерде плюс 3 бар, плюс 1 бар. Сонда 4, 4-тен 3 алатын болсақ 1 қалады. Асты сол күйінде жазылады. Плюс 1 а минус 1 тең 1а минус 1. Енді мына жерден қысқарып кетеді. Жоғарыда алымында 1 қалады. 1 тең а минус 1. Яғни теңдікті біз дәлелдей алдық.